Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай жасалынатын песочный осындай дәмді пирог жасайтын боламыз. Міндетті түрде менімен бірге жасап, видеоның соңына дейін қараңыздар. Міне осылай өте дәмді болып шығады. Қамыры да песочный болып. Алдымен бізге керегі жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сосын оған жұмсақ сары майымызды салып араластырамыз. Електен өткізілген ұнға 1 шай қасық разрыхлитель қосып араластырып, аз-аздан сала отыра массамызды араластырып қамыр илейміз. Кішкене қолға жабысатындай қамыр болады, сондықтан пищевой пакетке орап, холодильникке 1,5 сағат шамасында қалдырамыз. Бізге жаюға оңай болу үшін міне осылай аздап қолға жабысады. 1,5 сағат шамасы өткен соң кішкене бөлік алып қаламыз бетіне узор жасауға. Қатты көп алып қалмаймыз. Қамырымызды жайып формамызға саламыз. Формамен де 20 диаметрлі, 20-22 диаметрлі формаға болады. Формамызға салып, жан-жағын тегістеп аламыз. Сосын салмасына менде қою өрікті тосап болды, яғни варенье. Негізі жем қолдансаңыз да болады. Егер вареньяңыз болса, тек өте қатты сұйық болмауы қажет. Себебі кескен кезде дұрыс ағып кетуі мүмкін. Сондықтан қоюлау болған жақсы. Жем болса тіпті жақсы. Осылай тегістеп алып, қалған қамырды кесіп, осылай узор етіп жасауыңызға болады. Барлығын осылай әдемілеп қойып шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут шамасында қызарғанша пешіңіздің ыңғайына қарай пісіріп аламыз. Толық суығаннан кейін ғана пирогты кесуге болады. Міне қыздар, біздің өте оңай, дәмді жасалынған пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Үмида.